Айқын өзінің екінші рет үйленгенін халық алдында мойындады. Айқын өзінің тағы да үйленгенін халық алдында мойындады. Айқын Төлепберген өзінің екінші рет үйленгенін жасырмай айтты. Бұл туралы ол өзінің әлеуметтік желісіндегі тікелей эфирі барысында мәлімдеген. Ол өзіне сұрақ қойған желі қолданушыларға жауап беріп жатып, екінші рет отау құрғанын мойындады. Әнші Instagram желісінде тікелей эфир жүргізіп отырып, екінші рет үйленгенін де айтып тастады. Ол өзіне жазған оқырманға жауап беремін деп, жеке өмірі жайлы шындықты мойындады. Ол өзін екінші әйел алғалы ұнамай кеттің деген желі қолданушысына кешіріңіз енді деп жауап қатты. Айқын бұл сөзді жоққа шығармай, керісінше олай істегені үшін кешірім сұраған. Желі қолданушылары болса, әншінің бұл мәлімдемесіне риза болмаған. Өзінің екінші рет үйленгенін күлімсіреп айтып отырған әншінің қылығы көпшілікке ұнамай қалған. Екінші әйел алғанын мақтан етіп айтып отыр ғой, деп сөгіп тастады оқырмандар. Айта кетейік, көпшілік Айқын Төлепбергеннің екінші әйелі Жұлдыз Өмірғали деп есептейді. Алайда отандық жұлдыздардың екеуі де бірге екендерін әзірге растаған жоқ.